Алла нәсіп етсе, бүгінгі түннен бастап алдымыздағы 10 түн қасиетті түндер. Бұл түннің аты Лейлатул Қадр, Қадыр түні деп аталады. Осы Қадыр түнін әлем мұсылмандары күтеді. Әлем мұсылмандары тағатсыз іздейді. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам бұл түнді іздеңдер деп айтып кеткен. Бұл түнді қай кезде іздейік десеңіз, тақ түндерден іздеңіз. 21-ші түн, 23-ші түн, 25-ші түн, 27-ші түн, 29-ші түндерден іздеңіздер. Негізі пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассалам бұл түннің нақ қай уақытта екенін білген екен. Бірақ сахабаларға айтуға келе жатқан кезде, қуанышты хабарды жеткізуге келе жатқан кезде, бір-екі сахаба шекісіп қалады. Бір-бірімен ұрысып, жаға жыртылысып қалады. Сол кісілерді тынышталдырам деп жүріп, осы уақыттың қай сәтте екенін ұмытып қалады. Бірақ пайғамбар алейхиссалату вассалам алғашқы 10 түнінде итикафқа кіреді. Сол мешіттің ішінде өз-өзін ұстап, ғибадат құлшылықпен айналысады, Қадір түнін іздейді. Бірақ Жебірейіл періште келіп айтады: "Я Расулалла, Қадір түні бұл түнде емес, басқа 10 күндігінде" дейді. Сөйтіп ортаңғы 10 күндікке келеді, мешітте итикаф жасайды, өз-өзін ұстайды, Қадір түнін іздейді. Бірақ Жебірейіл періште келіп айтады: "Я Расулалла, Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 күндігінің тақ түндерінде, соны біліңіз" дейді. Сөйтіп бір риуаяттарда 21-ші түн деген бар. Абдулла ибн Аббас сияқты сахабалар бұны 27-ші түн деп айтқан. Біздің Қазақстанда да көбінесе мешіттерді 27-ші түні Қадір түні қылып бекітеді. Енді Алла тағала біледі бұл уақытты. Бірақ бұл не үшін керек десеңіз, барынша мұсылман адам 20 күнде жасай алмаған ғибадат құлшылығын, 20 күнде осы Рамазаннан ала алмаған Қадір қасиетті, берекетті осы соңғы 10 түннен іздеп, соны аңсасын, соған жетсін, соған махаббат қойсын деген мағынада да.